Творожный пирог істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Үйленген ұнымызды дайындап алып, мұздай сармайымызды алып, теркадан өткізетін боламыз. Қалауларыңызға қарап, қалаған теркаңызды алсаңыздар болады. Осылай терканы өткізіп, екі қолымызды алып, осылай брошка істеп, уқалап жібересіздер ұнды. Он май өзіне бір-біріне сіңіп алады. Бір чайная ложка разрыхтитель ванилин бір пачкасын, бір жұмыртқамызды салып аламыз. И дайындап қойған шекерімізді, қаймағымызды дәу қасықтан 3 қасық қаймақ салатын боламыз. Осыны илейтін боламыз. Басқа оның қажет емес, осымен өзі иленеді. Майы сәл еріп, өз-өзіне біргеді. Сол үшін басқа ұнды салмасаңыздар да болады. Морозильникке 30 минут 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Менікі 30 минут тұрды. Тестамызды алып, екіге бөлеміз, көп бөлігін аламыз, жайып аламыз. Аз бөлігін бетіне алып қоямыз. Бір келкі ғып әдемілеп жайып аламыз, тегістеп. Осылай оқтаудың көмегімен табамызға пергаментті қойып, тестамызды жайып қоямыз. Осылай шет жақтарынан шығарып, әдемілеп тегістеп істейміз. Тестамыз әдемілеп жайып болған кейін шет жақтарына дайындап қойған творогымызды, қаймағымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды жарып алып, мен блендермен езіп алдым. Осылай блендермен езіп алсаңыздар болады. Удобно, жақсы езіледі. Осылай табамызға тестамыздың үстіне бір келкі ғып жайып қоямыз. Творогымызды жаямыз. Әдемілеп бір келкі жайып болғаннан кейін бәңгілі екінші қамырымызды алып, жайып аламыз. Жұғалап жайып аламыз. Оны қоссаңыздар да болады. Осылай ғып, ұзын жағып кесіп, шахмат қылып, осылай табамызға сәндейтін боламыз. 180 градуста 35 минут әсел пешкімізде пісіріп аламыз. Суыған кезде сахарный пудра сепсеңіздер болады. Ас болсын, парақшам пайдалы. Мені жоғалтылмау үшін подписка бөліміне тіркеліп алыңыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.